Татеміз стиральный машинеге салып жуып жіберіп едім дейді. Осындай болып қалды дейді. Көрініп тұр, мына жерлерінде де кәдімгі сарғайып кеткен. Мынаның бәрі кәдімгі кожасы шығып кеткен ғой. Бірақ таза кожаны, былғар аяқпен таза. Осын қазір краскілейін деп жатырмыз. Қалай краскілейсіз деп атқандар бар. Кәдімгі ақ краска, кішкентай ақ краска, сонымен қолмен кестешкемен ғана краскілейміз ғой. И сосын мынандай болып шығады ғой, екіншісі. Екеуі де сондай ғой. Астында табандарына дейін краскілеп жібердім, бірақ біткені до и после дегендей ғой. Аппадем болып шықты. Новый. Бұйырса тағы да 1-2 жыл кейін деп тұр ғой. Осындай аққа бояймыз. Қаранда бояймыз, қоңыртта бояймыз. Сіздер жай ғана лайк пен бір комментарияға бір лүпіл басып қойсаңыздар болды. Рахмет.